Қайырлы күн, қайырлы кеш, достар. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым шахмат ойнап үйрену. Жалпы шахмат ойнау үшін, жақсы ойнау үшін сізде бір жоспар болу керек. Қарсыласыңыздың ойын алдын ала түсінуіңіз керек, оқи білуіңіз керек оның ойын. Және сіз оған қарағанда сіздің ой өрісіңіз 2-3 қадам алдыға болу керек. Мысалға, егер қарсыласыңыз 2 ходты есептей алатын болса, сіз онда 3 ходты есептеуіңіз керек. Егер ол 4 ходты есептесе, сіз 5 ходты есептеуіңіз керек. Егер сіз ондай шамаңыз жетпесе, онда ол сізден көп есептейді, әрине сізді ұтып кету, жеңіп кету ықтималдылығы жоғары болады. Сол себептен сіздермен шахмат ойынын қалай дұрыс ойнау керек, қалай стратегия құру керек, қандай план бар, қай жері әлсіз, әр жүрістен кейін қалай мышление дейді, қалай дұрыс ойлану керек, сол туралы айтатын боламын. Өтініш сіздерге менің сабағымды алғаш көріп отырсаңыздар, егер балаларыңыз разряд алам, Қазақстан чемпионатын жеңемін, қала чемпионатын, облыс чемпионатын жеңемін десеңіздер, мұқият соңына дейін көріңіздер. Алғаш көріп отырсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Осындай қызықты сабақтарды сериясын жазатын болам. Жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Онда дайын болсаңыздар, тіркелсеңіздер 1000 алғыс, онда сабағымызды жалғастырайық. Мысалға, ақтар қаралармен ойнап жатыр. Мысалға, қалай дұрыс ойлану керек. Шахматта мынау орталық болып есептеледі. Біз барлық фигураларымызды орталыққа шығаруға тырысу керек. Мысалға, атпен коин h3-ке жүрген дұрыс па, немесе коин f3-ке жүрген дұрыс па? Әрине f3-ке жүрген дұрыс. Себебі біздің атымыз орталық нүктелерді, қарсыласымыздың орталық, мынау жартысы қарсыласымыздың жері болса, 5-тен бастап мына жерде былай қарсыласымыздың жері болса, мынау біздің жеріміз. Сонда бізде ат шыққан кезде мына жерге біздің көріп отырсаңыздар, қарсыластың да жерін аламыз орталық, өзіміздің жерімізді аламыз. Сонда ат мына жерде жақсырақ болады екен. Ал h3-ке ойнайтын болсаңыздар, біріншіден қауіп бар, аттың жүріс қадамы азаяды, қарап отырсаңыздар 4-ақ қадам. Ал ат мына жерде тұрса, қарап отырсаңыздар, ат 4 жерін өзінікін қорғайды, 6 жерін өзінің территориясын, 2 жер шабуыл. Сонда атта 8 жүріс болады. Логикаға салатын болсақ, сүйенетін болсақ, бізде әрине 8 жүріс, неғұрлым көп жүріс болған сайын, көп нүктелерді контрольге алатын болсаңыздар, өздеріңізді, жерлеріңізді, онда сізде шабуылда да, қорғаныста да, тез қорғануға да, шабуыл жасауға да мүмкіндіктеріңіз зор болады. Сол себептен ең күшті шахматистер әлем бойынша қарасаңыздар ойындарын тек қана көп жағдайда орталыққа таласады. Әрине, егер сіз бір нәрсені ұтып алайын деп тұрсаңыз, мына жерде ферзь бен король тұрса, әрине бұлай жүрген дұрыс. Егер бір нәтижеге жететін болсаңыз, егер нәтижеге жетпейтін болсаңыз, оның жүрудің ешқандай қажеті жоқ. Өйткені біріншіден ходыңыз азаяды, жүрістеріңіз. Екіншіден аттар шет жақтарда, фигуралардың кез келген шет жақтарда оңай ұсталып қалады қарсыластың шабуылдарына. Үшіншіден, орталықта ешқандай рөл атқарып отқан жоқ, сондықтан шетке қарағанда орталыққа қарай ұмтылған абзал. Онда кеттік. Бұл жерде бір мынандай ой бар. Мысалға, мен бір ход жасасам, қарсыласымыз мысалға былай жүретін болса, менде уже бір жерде ой пайда болды. Қандай ой пайда болды? Қарсыласымыздың көп жағдайда білесіздер, бірінші шахмат басталған кезде f7 нүктесі әрқашан әлсіз болады. Өйткені корольдің жалғыз өзі қорғаған жердің бәрі әлсіз болады. Бұл жерге балалар матында қоя аламыз, түрлі-түрлі. Көп маттардың, вилкалардың, көп двойной удар, көп деген шабуылдардың, соққылардың бәрі осы жерге қойылады. Міне f7 нүктесіне. Енді бұл жерге жету әрине оңай емес. Сондықтан бізге екінші әлсіз жер пайда болу. Қандай жер? Мына диагональ ашылды. Көріп отырсыздар, қара диагональдің бойы ладья әлсізденіп қалды. Мысалға, мен былай ойнайтын болсам, мен мысалға ладьяға шабуыл жасайтын болсам, менде екі жол бар. Ж3 ойнаймын, мысалға ол бір ход жүретін болса, слонмен шабуыл жасаймын. Бұл бірінші тәсілі. Екінші, мен мына ферзьбен мынаған шабуыл жасадым, әрине ферзьге жол ашамын. Мына жерде қандай жол ашамын? Мысалға, мен мынандай жол ашам, ферзімді шығуға дайындап атам. Ал көрмей қалатын жағдай болады. Мысалға, ол көрмей атын шығаратын болса, мен ферзін шығарып шабуыл жасап көруіме болады. Міне, осының бәрі план, жоспар. Мен көрдім әлсіздігін, мен шабуыл жасадым. Мысалға, дәл осылай. Мысалға, мен бір ход жасаймын. Мысалға, мен мынандай ой бар. Мысалға, мына c7 нүктесіне мен мына атпен барып вилка қойғым келеді. Мынау b1-дегі атпен барып вилка. Оны қалай жасаймын? Бірінші, мен атты шығарам.
олар мысалға бір пешкімен жүрді делік. Мысалға мен атпен былай барсам, олар менің ойымды біліп қояды, сондықтан қуып жіберуі мүмкін. Мен асықпаймын атпен баруға. Бірінші, ат барғанның өзінде мына пешкіні жей алмайды, қай жағынан барса да, өйткені Ферузаны қорғап тұр. Сол себептен мен бірінші орталыққа пешкімді шығарам. Мысалға ол атын шығарады, мен слонды жай шығарам. Әзірге шабуыл жасадым. Енді мен қауіп төндіріп тұрмын. Мысалға ол былай жүретін болса, онда мен атыммен барып вилкаға шабуыл жасап көруіме болады. Білесіздер, вилка соққысы ол атпен және пешкімен ғана қойылады. Қалған фигуралардың бәрімен қос соққыны оны двойной удар деп атайды. Бұл жерде қателік жіберуі мүмкін. Көп жаңадан бастап жүрген ойыншыларымыз қорғаудың тәсілін алдын жауып тастаса болады, немесе атпен былай қорғауға болады қарап. Бірақ көп шахматистеріміз, көп жарыста мен қараймын, 3 ай, 1 ай, маған 1 жыл, кейде даже 4 ай қатысқан балдарымыз қанша есеп шығарса да осындай тәсілдерді қорғануды көрмей жатады. Сол себептен мұқият жаттау керек. Кім шабуыл жасап жатыр? Мұқият өзінің ісін білу керек, ал кім қорғану керек? Әрине алдын жабу керек. Мына слон қорғамау үшін алдын жауып тастаса, атпен жей алмай қалады. Мына атты келесі жүрісте қуып жіберіп, бұлар былайынша айтқанда ход жоғалтады, жүріс жоғалтады, темп жоғалтады. Сол себептен сондай нәрселерді үйрену керек. А егер атпен қорғасаңыз, жақсы қорғаныс, бірақ білесіздер, аттың мына қорғаныс нашар қорғаныс, өйткені ат шетте өте нашар ойнайды. Сол себептен ең жақсы ход burada пешкімен. Немесе атпен қорғап, өзіне шабуыл жасап, бір жағынан былай қорғайсыздар. Бұл да бір керемет қорғаудың бір түрі. Сол себептен, егер бұл жерде қорғанбай дұрыс жүретін болса, онда бірден вилка ударын қоямыз. Ферзін берсе әрине бізге жақсы. Ферз білесіздер 9 ұстайды. Корольмен амал жоқ қашады, сонда ладьясын жеп аламыз. Сонда бізде +6 дейді. Бір пешка, бір ладьяны таза ұтып алды. Ары қарай білесіздер, ұтып жатқан кезде тек қана жылдам айырбастау керек, сонда нәтижеге тез жетесіздер. Міне, көрсетейін дегенім осы. Мысалға, мына жерге вилка қоятын болсақ, онда білесіздер, аттың маршруты былай бару керек, оған көмекші слон шығу керек, немесе ферзь шығу керек. Оны қалай жасаймыз? Мысалға, көп жағдайда осындай небиттер кездеседі, слон шығады. Мысалға, слон шығады. Мысалға, бір ход жасады дейік. Мысалы, қандай бір ход жасады? Ат шығады, мысалы, рас бардық и шабуыл жасау. Оны көрмей қалу мүмкін. Сізге шабуыл жасау мүмкін былайынан. Онда біз атпен жемейміз. Атпен жесек әрине ферзінде двойной удар, бірақ слонмен жесек мат болады. Міне сол себептен олар былай ойнауы мүмкін, қате жіберіп, онда слонмен жеудің пайдасы жоқ. Біз атпен жеп алған дұрыс. Неге атпен жеп алған дұрыс? Себебі ат бізде нәтиже шығарады. А слонмен жесек нәтиже шығармайды. Король қашып кетеді. Бұл жерде мат қою мүмкіндігі аздау. Шақ береміз, қайтадан оралады. Где-то бір пешка ғана ұтып аламыз, ничья болатын бұл жерде бізге қажеті жоқ. Зачем бізге ничья ойнау? Сол себептен біз атпен алатын болсақ, вилканы қоямыз, ферзь қашады, ары қарай ладья жейміз. Ары қарай жеңу бізге жеңіл болады. Міне, осындай жоспар болу керек. Шахмат ойнаған кезде әрқашан айтам сіздерге, жоспар болса, сіздер нәтижеге тез жетесіздер. Мысалға, мен шахмат ойнаған кезде қалай? Мысалға, мен пешкін жүрсем, қарсыласым пешкіні былай жүретін болса, G6-ға мен уже ладьяны көрем, бұған шабуыл жасап көрем. Жаңадан ойнап жатқандарға, енді профессиональный кәсіби деңгейдегі ойнаушылар мынандай шабуылдарға жасамайды, өйткені оны біледі, қарсыласының кейбінде 3-ші разряд немесе 2-ші разрядта ойнайтын балдар бұндай мүмкіндікті ешкім бермейді сіздерге. Сондықтан жаңадан ойнап жүргендер болатын болса, слонды шығарып шабуыл жасап көруге болады. Мысалға, ат шығарады, слонмен барып жеп қоясыздар. Қателік жіберсе жей саласыздар. Жалпы шабуыл жасап үйрену керек. Шабуыл қорғаныс, қорғанатын жеріне қорғанып, өзіңіз шабуыл жасап әрқашан көру керек. Міне осындай нәрселерді көрсетейін деген бүгінгі сабақта. Жоспар болса бір нәрсеге жетуге. Мысалға, мен атты шығардым, қаралар былай жүрді. Менде жоспар пайда болды. Мына жер білесіздер, балалар матын көп қоятын жер. Мына жер ладья ашылды. Бұл бірінші жоспар, мынау екінші жоспар. Мынау үшінші жоспар пайда болды. Менде үшінші бағыт. Мынау пешкіміз қорғауыз. Әрқашан шахмат ойнаған кезде қорғауыз нәрселерді іздеу керек. Бізде пешка қорғауыз тұр. Сол себептен бұл пешкеге кім шабуыл жасай алады? Әрине менде ат жасай алады екі жағынан. Бірақ білесіздер, шетке қарай шықпай, мүмкіндігінше ортаға қарай шық. Міне атпен шабуыл жасыңдар, бұл уже шабуылдың бір түрі. Немесе пешкіні орталыққа аламыз, таласамыз. Бір жағынан слонға шабуыл жасаймыз. Көрмей қалуы мүмкін, олар жүреді, сіз жейсіз. Міне шахмат ойнаған кезде әрқашан аңдып қарап отыру керек. Қарсыласымыз қай жерде өздерінің фигурасын, пешкісін, ладьясын қорғаусыз қалдырды, соған біз әрекет жасауымыз керек. Мысалға, ана орталық пешкіні мен жүрдім, ол жүрді.
орталық пешке қорғаусыз. Мен мысалға атпен шабуыл жасаймын, көрдіңіздер. Мысалға ол атпен қорғады. Мен бұл жерде слонды шығарам. Бір жағынан барлық жеңіл фигураларды шығаруға тырысу керек, бір жағынан рокировка жасауға тырысу. Бір жағынан мен қауіп төндіріп тұрмын кез келген уақыт. Мысалға ол атпен жүретін болса, мен бірден атпен барам и қауіпті төндірем. Мынаны қорғау өте қиын. Егер шахматты дұрыс түсінбейтін адам болатын болса, ойыншы бала, онда мына жерде қорғау өте қиын. Бұл жерде былай ғана қорғанады теория бойынша. Жеймін, атпен былай ойнайды. Бұл жерде былай да жеуге де болмайды. Бұл туралы дебют түсіретін боламын жақында. Былай жеуге болмайды. Жейтін болса, жағдай өте қиын болады. Сол себептен көп ойыншыларымыз білмейді, мынаны қалай қорғайды. Ферзьбен қорғадым деп ойлайды. Оған қарамайсыздар, жей саласыздар. Ферзьбен жейсе, слонмен жеп қоясыздар. Міне көрсетейін дегенім шахмат үйрену техникасы бүгінгі таңда бізде осындай. Бүгінгі сабақта қызықты сабақтарымызды жіберіп алмаңыздар. Сіздерге айтарым, осындай қызықты шахмат сабақтарын үйренгілеріңіз келсе, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алдыда небір қызықты серия сабақтары, дебюттар, эндшпильдер, метельшпильге байланысты сабақтар түсіретін болам. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып кетіңіздер ұнаса. Ойларыңыз болса, қандай дебюттарды, қандай тәсілдерді көргіңіз келеді, комментке жазыңыздар. Шамам шарқым келгенше жауап беруге тырысам. Ең бастысы бізбен бірге болыңыздар. Жеке сұрақтарыңыз болатын болса, менімен дайындалғыңыз келіп, онлайн сабақ немесе жеке кездесіп оқығыңыз келсе, Алматы қаласындамын. Онлайн әрқашан ашық. Астына телефон номерімді, Instagram каналымдың адресін тастап кетем. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.